Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы оңтүстік жартышар материктің табиғат зоналары, материктерінің. Бүгінгі сабақта не істейміз біз? Оңтүстік жартышар материктерінің табиғат зоналарының ұқсастығы мен айырмашылығын салыстыруды үйренетін боламыз. Яғни оңтүстік жартышар дегеніміз бәрімізге белгілі, мына сызықта тұр. Африка және мына Австралия және бізде оңтүстік жартышарға оңтүстік Америка кіреді. Енді осы материктердің табиғат зоналарын салыстыратын боламыз. Келесі бізде қысқаша түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Бұл жалпы оңтүстік жартышар материгінің табиғат зоналары. Оңтүстік жартышар материгі Антарктидадан басқа экватор мен тропиктер аралығында орнына байланысты климат жағдайлары мен табиғат зоналарының ұқсастығымен ерекшеленеді. Африка жерінің шамамен 96%, оңтүстік Американың 81%, ал Австралияның 75% экватор мен тропик аралығында орналасқан. Сондықтан бұл материктерде тән табиғат зоналары экваторлық және тропиктік ылғал, мәңгі жасыл ормандар, ауыспалы ылғалдар, ормандар, саванналар мен сирек ормандар, сондай-ақ тропиктік шөлдер мен шөлейттер кездеседі. Дегенмен материктің табиғат зоналарының құрылымында бір қатар айырмашылықтар да кездеседі. Бұл айырмашылықтар олардың географиялық орнына, жер бедеріне, мұхиттар мен желдердің әсеріне байланысты қалыптасады. Сонымен оңтүстік Америка материгіне қандай табиғат зоналары тән келеді деген сұрақ келді. Осы сұраққа жауап беретін боламыз. Бұл жерде оңтүстік Америка жерінің мынандай табиғат зоналары тән: ылғалды экваторлық ормандар, ауыспалы ылғалды ормандар, саванналар мен сирек ормандар және субтропиктік қатты жапырақты мәңгі жасыл ормандар мен бұталар кездесіп жатады. Ол жерде жалпақ жапырақты орман, субтропиктік дала, шөлейт және шөл зонасы кездеседі. Бұл бізде оңтүстік Америкада. Яғни аралас және жалпақ жапырақты, мына жерде шөлейт және шөл, сирек ормандар кездесіп жатады. Ауыспалы ылғалды ормандар және экваторлық ормандарда кездесіп жатады. Келесі бізде Австралия табиғатының ең басты ерекшелігі неде деген сұрақ келеді. Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, Австралия табиғатының ең басты ерекшелігі оның жануарлары мен өсімдіктер дүниесінің қайталанбас эндемик түрлерінің көптігінен де көрінеді. Яғни бұл Австралия материгінде тек осы жерде ғана өсетін және тіршілік ететін ерекше жануарлар, мысалы кенгуру, коала сияқты және өсімдіктер көп кездесіп отырады Австралияда. Келесі бізде Антарктида табиғатының қандай басты ерекшеліктері бар деген сұрақ кездесіп тұр. Бұл жерде Антарктида табиғатының басты ерекшеліктері оның ең суық, ең құрғақ және ең мұз жамылғысы қалың материк болуы мүмкін. Мұнда температурасы өте төмен, жел қатты соғады, өсімдік әлемі өте жұттың мүктер мен қыналар ғана өседі, ал жануарлардан негізінен пингвиндер мен теңіз түлкілері ғана кездеседі Антарктидада. Келесі бізде осы қорытынды сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бұл қорытынды сұрақта Африкада табиғат зоналарының орналасуында қандай басты ерекшеліктер бар? Неліктен оңтүстік жартышар материгінде табиғат зоналары негізінен экватордан оңтүстікке қарай біртіндеп өзгеріп отырады, ал олардың солтүстік жартышардағы зоналарға қарағанда көлемі мен алуан түрлілігі аз деген сұрақтардың барлығын бүгінгі сабақта талдайтын боламыз.